Саламатсыңдар ма балалар? Отырыңдар балалар. Балалар, бүгін сабақта көңіл күйіңіз қандай? Жақсы. Жарайды балалар. Олай болатын болса, өткен сабақты еске түсірейін. Балалар, өткенде біз қандай тақырып өттік? Алгоритм ұғымы. Жарайсыңдар балалар. Олай болатын болса, өтілген сабаққа арналған сұрақтарды, еске түсіру сұрақтарын айтып өтейін. Алгоритм дегеніміз не? Кәне, кім айтады? Алматина айтады. Алға қойған мақсаттардың белгілі бір кезекпен орындалуын біз алгоритм дейміз. Жарайсың, Мадина, отыра ғой. Олай болатын болса, келесі сұраққа көшеміз. Алгоритм атауы қайдан шыққан? Кәне, кім айтады? Жарайсыңдар балалар. Орал, сен айта қойшы. Әл-Хорезми, Әбу Жақар, Ибн Муса атақты араб математиктердің ағылшын тілінен алгоритм атауы шыққан. Жарайсың, отыра ғой. Келесі сұраққа көшеміз балалар. Алгоритмнің қандай түрлері бар? Кәне, кім айтады? Ал, Әділет айта қойшы сен. Үзіктілік, түсініктілік, жалпылық, формалдық, нәтижелік түрлері бар. Бұл алгоритмнің қасиеттері, иә? Ал алгоритмнің түрлерін кім айтады? Жанель айта қойшы. Сызықталған алгоритм, тармақталған алгоритм және де циклдік алгоритм. Жарайсың, отыра ғой. Ал балалар, олай болатын болса, бәріміз интерактивті тақтаға көңіл бөлейік. Бүйтек түрлі сұрақта. Алгоритм орындаушыны табыңдар дейді. Кәне, тақтаға, бірінші топтан кім шығады? Ал Әділет, сен шыға қойшы. Ана бірінші суретте алгоритм орындаушы кім? Бала. Не істеп жатыр? Ол жатыр, иә? Суретте жалғыз қыз ғана ұйықтап отыр ма? Жоқ. Тағы кім ұйықтап отыр? Ит те ұйықтап отыр. Мысық ұйықтап отыр, иә? Тағы мысық ұйықтап жатыр. Бұл жерде алгоритм орындаушы кім, не? Мадина. Адам және мысық. Адам және мысық. Отыра ғой, Әділет. Тағы кім шығады? Келесі суретке. Жанерке келе ғой. Бұл жерде орындаушы бала. Бұл бала беті оның жуып жатыр. Болды ма? Жарайды, отыра ғой. Жарайсың. Келесі суретке көңіл бөлеміз. Кәне, келесі. Келе ғой, жарас. Тезірек. Бұл суретте бала таңғы асын ішіп жатыр. Және оның қасындағы мысығы да таңғы асын ішіп жатыр. Алгоритм орындаушы кім? Алгоритм орындаушы мысық пен бала. Балаға қандай сұрақ қойылады? Кім? Ал мысыққа? Не? Жарайсың, отыра ғой. Келесі сұраққа көңіл бөлейік кәне. Суретке көңіл бөлейік. Келе ғой, ертай. Тезірек жүреміз бала. Бұл суретте бала таңғы жаттығу істеп жатыр. Оның жанында мысығы отырып, үстін жуып жатыр. Тазалап. Беті қолын жуып жатыр, иә? Бұл жерде орындаушы кім? Бала. Бала. Отыра ғой. Келесі суретке тез шығамыз. Келе ғой, Мадина. Бұл суретте бала мектебіне киініп, мектебіне кетуде. Ал мысық болса, оның артында қарап тұр. Бұл суретте орындаушы адам және мысық. Отыра ғой. Ал келесі суретке көңіл бөлеміз. Келе ғой. Ислам, сен келе қойшы. Мына жерде не болып жатыр? Бала сабаққа барайын деп киініп жатыр. Ал мысық оның сумкасын алып кетті. Бұл жерде бала киініп жатыр. Мысық оның аяқ киімін тасып бара жатыр. Орындаушы кім, не? Бала мен мысық. Отыра ғой. Келесі суретке көңіл бөлеміз, кәне. Келе Келе ғой, Ринат, сен келе ғой. Бұл суретте қыз тісін шайып жатыр. Бұл суретте орындаушы қыз. Отыра ғой. Келесі суретке көңіл бөлеміз. Кәне. Аслан, келе ғой. Бұл жерде қыз таңғы жаттығу жасап жатыр. Бұл жерде орындаушы қыз. Мына жерде қараңдаршы, балалар. Орындаушы, алгоритм орындаушының орындарын бәрі ауысып кеткен. Кім реттеп айтып береді? Нақты. Мадина, келе қойшы. Бірінші не істеу керек? Екінші не істеу керек?
алгоритм? Бірінші біз бала төсекте ұйықтап жатқан соң орнынан тұрып төсегін жинайды. Сосын беті қолын жуып, таңғы жаттығу жасайды. Сосын тамағын ішіп, таңғы жаттығу жасағаннан кейін тісін жуады. Сосын таңғы асын ішіп, мектепке киінеді. Сосын ол мектепке қарай кетеді. Жуынады деген екі рет айтып қойды, бе балалар? Жарайсың, Матина, отыра. Жарайды балалар. Олай болатын болса, бәріміз алдымызға дәптерімізді ашып, бүгінгі тақырыпты жазып қояйық, бе балалар? Келесі қандай тақырып өтеміз? Ал балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы лабиринт, виртуалды лабиринт және алгоритмді сөз түрінде түсіну. Бүгінгі жаңа сабағымызбен танысу үшін білім ұлан KZ сайтындағы бір бейне көріністі тамашалайық балалар. Бізге лабиринт атауы ежелгі грек және египет заманынан кірген адам шыға алмайтындай етіп жасалған шытырман дәлізді үй ретінде таныс. Лабириттен жол табудың мүмкін әдістерінің бірі тұйыққа тірелгенге дейін әр жол торабынан бір бағытқа бұрыла беру. Лабиринтті көптеген адамдар уақыт өткізу үшін пайдаланған. Мысалға, Европаның орта ғасырлық қалаларындағы аристократтық үйлерді алайық. Үлкен үйлерінің қасында европалықтар өздерінің бақшаларын өсірген. Оларда әдетте бақшаның арнайы гүлдерін өсіріп, лабиринтті істеп, кей кездерде ойнап демалады. Көне замандарда лабириттер құпия және жұмбаққа толы есептелінген. Әлемге танымал грек оқымыстысы Геродоттың пікірінше ең алғашқы лабиринт 5000 бөлмесі бар Египет лабиринті болған. Уақыт өте келе ол лабиринт өзінің діни және мистикалық маңызын жоғалтып, ойын-сауық кешеніне, бақтар мен саябақтарға айналады. Әр елде лабиринтті әртүрлі мақсатқа қолданады. Лабириттің күрделілігіне байланысты шығудың бір немесе бірнеше жолы болуы мүмкін. Бірнеше жолы болған жағдайда ең тиімді тәсілді дұрыс таңдаған жөн. Лабириттер балалардың логикаларының дамуын күшейтеді. Оларды кішкентай балаларға арналған кітаптарда жиі кездестіруге болады. Виртуалды лабиринт желі арқылы түрлі өткелдер мен қиылыстарды, кедергілерді өту бойынша берілген ойындар топтамасында балалар ойындарында көптеп кездеседі. Бір лабириттен кейін келесі лабириттен өту мүмкіндіктері қарастырылған. Күрделілендірген жолдардан тұрады. Балалардың ойлау және есте сақтау қабілеттерін жаттықтыруға негізделіп жасалған. Лабиринт түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген шатасқан күрделі құрылым. Егер алгоритм дұрыс құрылып, қадамдар ретімен орындалса ғана нәтижеге қол жеткіземіз. Лабиринтте шығу алгоритмін құрғанда оңға, солға, алға командаларын дұрыс таңдай білу керек. Лабиринт және виртуалды лабиринт жаңа тақырыбымызға байланысты ой қозғайды. Балалар, осы бейне көріністен алған өздерінің ойларында айта аласыңдар ма? Өмірде лабиринтті кездестіре аласыңдар ма? Қане, кім айтады? Ал, Мадина, сен айта алшы. Біз жаңа видео көріністен лабиринт арқылы баланың ой санасын жақсартуға болатынын білдік. Ал, лабиринт деген сөз сендерге таныс берді? Қайдан кездестіріп едіңдер? Ал, Ертай. Түрлі ойындардан кездестіріп. Дұрыс айтады. Компьютерлік түрлі ойындарда кездесе ма? Иә. Кездеседі. Ол жерде қандай әрекеттер болады? Алға, солға, оңға. Ол бізде
орындаушының атқаратын қызметі, иә? Алға, оңға, солға, жоғары, төмен жүретіндер, бізде. Ал бұл жерде енді лабиринт деген біз терминге, осы анықтамаға көңіл бөлейікші. Кәне бәріміз бірігіп оқиықшы. Лабиринт дегеніміз бастаймыз. 1, 2, 3. Лабиринт дегеніміз түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген шатасқан күрделі құрылым. Сонымен лабиринт деген анықтамасына көңіл бөлейікші. Кім айтады? Анықтаманы тағы қайталап жіберейікші. Ал Жанел айта ғой. Лабиринт дегеніміз түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген шатасқан күрделі құрылым. Сонымен неліктен лабиринт деген? Ол нелерден тұрады екен? Шатасқан күрделі құрылымдардан. Түрлі өткелдерден, шатасқан құрылымдардан тұрады екен. Біз лабиринтте не істеуіміз керек екен? Шатаспай жол табуымыз керек. Жол табуымыз қажет екен, иә? Мәні, дұрыс айтасың. Ал енді отыра ғой, жарайсың. Енді виртуалды лабиринт дегеніміз не? Соны бәріміз қосылып оқып шығаршы. 1, 2, 3. Желі арқылы түрлі өткелдер мен қиылыстарды, кедергілерді өту бойынша ойындар тетығасында балалар ойындарда өте сезеді. Кәне кім айтады? Өз сөзімен айта ала ма? Тура осы анықтаманы тура өсіп айтып бермей. Виртуалды лабиринт ол қайда кездеседі екен? Желі арқылы түрлі өткелдер мен ойын топтамасында. Желі арқылы дегеніміз не ол? Интернет желісінде кездесе ма? Түрлі ойындарда кездесе ма? Кездеседі екен. Түсінікті ма балалар? Анықтама түсінікті болатын болса, бәріміз бас бармағымызбен көрсетіп қояқшы кәне. Жарайды балалар. Олай болатын болса, тағы қосымша ақпарат. Қазіргі таңда 3D форматта да шығарылып жатыр. Балалардың ойындарында, ойын ойнау кезінде еске сақтау қабілеттерімен жаттықтыруға болады екен. Осы түрлі ойындар арқылы. Ал олай болатын болса, бізге бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, және бәріміз мынандай тапсырма орындап жүрейік. Ойлан, ізден, тап. Кәне мен әр топқа осы тапсырмаларды таратып беремін. Осы тапсырма бойынша ал балалар, мына жерде кім жылдан ойын? Қай топ жылдан болады екен? Тез, жолдасы жұмыс жасап. Қаламсақты пайдаланып жазым жасауға болады. Қай топ дайын болады, шапалақ ұрып, білдіртеміз. Бәріміз бір-бірімізге көмектесейік. Ал балалар, тапсырманы бірінші, үшінші топ, екінші топ, үшінші топ, үшінші орындапты. Жарайды, олай болатын болса, топтан кім шығады? Орал. Ал Ертай шыға қой. Тезірек. Кім жылдан ойыны? Сиыр ол сүтке алып барады, доңыз астауға алып барады. Ал балапан жемге, жылқы жем-шілдектерге алып барады. Жарайсың. Ал Ертай. Бірінші кірпі ол клубникаға апарады. Ал екінші кірпі ол саңырауқұлаққа апарады. Ал үшінші кірпі ол жаңғаққа, ал төртінші кірпі жем-шілдекке апарады. Жарайсыңдар балалар. Ал отыра қоямыз. Ал екінші топтан кім шығайды? Жанила және Жанерге. Бәріміз сақтаға көңіл бөлеміз. Ринат көңіл бөлеміз. Бірінші баққа көбелекке апарады, екінші баққа инелікке апарады, үшінші баққа қызыл қоңызға апарады, төртінші баққа шыбынға апарады. Зебра ойыншыққа апарады. Кірпі
қоңырауға апарады. Аю жаңғаққа апарады. Қой жұлдызға апарады. Жұлдызға. Отыра ғой. Жарайсың. Тезірек балға тезірек тыңдаймын. Ал үшінші топтан кім шығады? Ислам Әділет. Ал бастадық ал. Бірінші тышқан насилыққа апарады. Балалар да көрсін, Бақа насилыққа апарады. Бәрін сақтаған. Ит насилыққа апарады. Күшік насилыққа апарады. Екінші сыйлыққа алып барады, Бірінші қоян капустаға апарады, екінші қоян сәбізге апарады, үшінші қоян наған апарады да төртінші қоян наған апарады. Оның аты бар ма? Жүзімге апарады, отырады. Түрлі өткелдерден өтіп, қай заттың қайсыға тиесілі екенін білді. Ал енді болатын болса, қазір бірінші топ, екінші, үшінші топқа тапсырма беріледі. Ал, кәне, топ болып ойластырып жіберейік. Ойлануға 2 минут уақыт. Қаламсаппен жазуға болады. Бірінші сол бар. Ал балалар, қай топ бітті? Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ бітті? Жарайсыңдар балалар. Олай болатын болса, бірінші топ, қане тақтаға шығып қорғаймыз. Берілген тапсырманы, орындаған парақтарын алып шығамыз. Ал балалар, бәріміз назарымызды тақтаға аударамыз. Айтта ғой. Бірінші робот оңға бір қадам, жоғары бір қадам жасап, алманы алады. Екі рет жоғары қадам жасап, тағы да алманы алады. Жоғары бір қадам, жоғары бір қадам, солға бір қадам, алманы алады. Солға бір қадам, төмен бір қадам, алманы алады. Төмен бір қадам, төмен бір қадам, төмен бір қадам, солға бір қадам, алманы алады. Робот алгоритмді орындап, алманың бәрін алып шықты. Жарайсыңдар. Дұрыс па балалар? Иә. Әділет отыра ғой, жарайсың. Кәне. Ал екінші топ. Берілген тапсырманы оқимыз, қорғаймыз кеп. Жанелі алып кеп тапсырманы да көрсетіп балаларға. Тақтада да бар. 4-ші сынып оқушысы Бақытбек Аружанның мектептен үйіне жету алгоритмін сөз тілінде ұсыныңдар. Ең бірінші Аружан мектептен шығып, солға қарай бұрылады. Және көшенің асты жағына түсіп, ресті айналып өтеді. Және ол желтоқсан көшесіне қарай бұрылып, желтоқсан 23-ші үйге барып, өз үйіне жетеді. Бұл алгоритмнің тапсырмасы. Алгоритмнің тапсырмасы. Берілген тапсырма. Бақытбек Аружанның мектептен үйіне жету алгоритмін. Алгоритмін құрастырыңдар біздер. Аружанға көмектесіңдер ма? Иә. Жарайсыңдар болған. Ал, отыра ғой. Келесі топ, үшінші топтан кім шығарды? Кім? Орал келе ғой. Бұл оралға берген тапсырма өздерінің қолдарындағы парақ бойынша сөйлейді. Роботқа алма жинауға көмектес. Алгоритм сөз түрінде ұсыныңдар. Робот жоғары, төмен, оңға, солға командаларын орындай алады. Робот 2 шаршы оңға, одан кейін 1 шаршы жоғарыға жүріп бірінші алманы алады. Одан кейін тағы да 2 шаршы жоғары жүреді, тағы да екінші алманы алады. Тағы да 2 шаршы жоғары және 1 шаршы солға жүреді, үшінші алманы алады. 2 шаршы солға, 1 шаршы төменге жүрсе, 4-ші алманы алады. Сосын 3
шаршы төмен, 1 шаршы солға жүріп, 5-ші алманы жинады. Робот алгоритмді Орындады ма? орындады. Орындады. Ана шаршыларды қадам деп айтуға бола ма? Болады. Болады, иә? Жарайсың. Орал отыра қой, жарайсың. Жарайды балалар. Сонымен балалар, бүгін біз қандай тақырыпта сабақ өттік? Таня, қолыңыз көтеріп жарас айта ғой. Лабиринт виртуалды лабириттен шығу алгоритмі. Шығу тарихы. Және айтылды, иә? Отыра ғой. Лабиринт дегеніміз не болып балалар? Ал, ертай айта ғой. лабиринт түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген шатасқан күрделі құрылым. Тағы кім айтады лабириттің анықтамасын? Ал, айта ғой Мадина. Түрлі өткелдер мен жолдар берілген кедергілерден құралатын шатасқан құрылымды біз лабиринт дейміз. Жарайсың. Ал Мадина, сен айта қойшы. Лабиринт деп нені айттық сонымен? Түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген шатасқан күрделі құрылым. Отыра. Сонымен ең алғашқы лабиринт қайда шыққан екен? Ал, әділет айта қойшы. Геродоттың айтуы бойынша ең алғашқы лабиринт Египет қаласында болған. Және ол 5000 комнатасы болған екен, иә? Жаңа айтты. Сонымен қатар лабиринт тағы қай жерде пайда болған? Қай жерде болған? Ал, жарас айта ғой. Лабиринт сосын тағы Грекияда пайда болған. Ал виртуалды лабиринт дегеніміз не? Кім айтады? Ал Мадина айта ғой. Арқылы түрлі өткелдер мен қиылыстардан құралады. Бұны виртуалды лабиринт дейді. Виртуалды лабиринт көбінесе балалар ойындарында көп кездеседі. Жарайсың. Балалар, бүгін сабақ түсінікті ма? Иә. Бәріміз қолмен көрсетейікші. Балалар, үйге берілген тапсырманы күнделікті жазып қойыңдар. Осы лабиринт туралы интернет желісінен ақпарат, толық ақпарат тауып келеді. Қосымша ақпарат тауып келеді. Лабиринт және виртуалды лабиринт тақырыбында қосымша ақпарат жазу. Бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан Мадинаға өте жақсы бағасы қойылады. Әділетке өте жақсы бағасы қойылады. Сонымен Исламға жақсы, Асланға жақсы, Жанеркеге, Мадинаға жақсы деген бағалар қойылады. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарына рахмет. Орал, саған да жақсы, Ертай, Жарас өте жақсы деген бағалар қойылады. Бүгінгі сабаққа қатысқандарына рахмет. Балалар, сау болыңдар.